Барлықтарыңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Тілек, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте жеңіл әрі тез дайындалатын миясапатайский тамағын әзірлейміз. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий қалдыруды және де каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен етімізді маринадтап қоямыз. Ол үшін кез келген ет түрін осылай ұзыншалап турап, үстіне 2 ас қасық соя соусын, 2 ас қасық кукуруз крахмалын қосамыз. Етіміз міндетті түрде 30 минут маринадталу қажет. Табамызға сұйық майымызды құйып, етімізді салып, өте баяу отта өстіп қуырып аламыз, өз сөлі шыққанша. Келесі кезекте біз көкөністерімізді дайындайтын боламыз. Пиязымызды осындай көлемде, яғни қатты ұсақ емес, қатты үлкен емес қылып тураймыз да етіміздің үстіне саламыз және де 5 минут аластырып қалдырамыз. Және де 2 зубчик чесногымызды осылай ұсақтап турап етімізге қостым. Осы жерде айта кететін жайт, негізі көкөністердің суы өзі шығу керек, бірақ мен шамалы су қостым, себебі шамалы сорпасы болғанын қаладым. Келесі кезекте біз сладкий перецтерімізді тураймыз да, оны етке қосамыз және де 2-3 минут қайнатып аламыз. Сладкий переціміз сәл-пәл жұмсарады және де қиярымызды осылай тураймыз да, үстіне салып, 1 ас қасық соя соусын қосып, отымыздың астын сөндіреміз. Осымен біздің миясапатайский тамағымыз дайын. Гарнирға мен күріш ұсындым, ал сіздер кез келген гарнир түрін ұсынсаңыздар болады. Видеомды соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Тағамды міндетті түрде жасап көріңіздер, себебі еттің құрамында соя соусы болғандықтан тез әрі оңай піседі. Сіздерге ас болсын, міндетті түрде каналыма лайк басып, комментарий қалдыруды және де подписка жіберуді ұмытпаңыздар. Ас болсын, рахмет.